Сәлем болашақ студенттер, бүгін біз дифракциялық тор деген маңызды оптикалық құралмен танысамыз. Тақтаға назар аударыңдар, мұнда дифракциялық тор және оның негізгі формуласы d синус фи тең к лямбда. Бұл формула тор арқылы түскен жарықтың қай бұрышта максимум беретінін анықтайды. Мұндағы d тордың периоды, екі көршілес саңылаудың арақашықтығы, альфа дифракциялық максимумның бұрышы, к максимумның реттік саны, лямбда жарықтың толқын ұзындығы. Тарихы: кім ашты? Дифракция құбылысы алғаш рет Франческо Гримальди, итальян физигі, тарапынан 1665 жылы ашылды. Ол дифракция терминін ғылымға енгізген алғашқы адам, ал дифракциялық тордың өзін практикалық түрде жасап, зерттеу жүргізген ғалым Джозеф фон Фраунгофер. Фраунгофер тор арқылы спектрді зерттеп, элементтердің сызықтық спектрлерін анықтауға жол ашты. Дифракциялық тор қалай жұмыс істейді? Тордағы көптеген параллель саңылаулар арқылы жарық өткенде, әр саңылаудан дифракциялық толқын таралады. Бұл толқындар бір-бірімен қабысып, интерференциялық максимумдар түзеді, сондықтан тор спектрді өте айқын бөлшектейді. Тордағы саңылау саны неғұрлым көп болса, спектр соғұрлым айқын болады. Өмірде қолданылуы: дифракциялық торы ғылым мен техниканың көптеген саласында міндетті құрал. Спектроскопия: әрбір элементтің өзіне тән спектрі бар. Жұлдыздардың, газдардың, плазманың құрамын анықтауда қолданылады. Астрономия: күн мен жұлдыздардың химиялық құрамын анықтайды. Фраунгофер сызықтары осы тордың көмегімен зерттелген. Лазерлік технологиялар: лазер сәулесінің толқын ұзындығын өлшеуде қолданылады. Оптикалық талшықта сигнал таралуын тексеруге қажет. Химия және медицина: спектрометрлер арқылы заттың құрамын анықтайды. Телебайланыс және оптика: оптикалық фильтрлер жасауда. Камера, проектор линзаларын калибрлеуде. КТД құрылғыларында жарықтың шағылу торлары қолданылады. Қорытынды: сонымен балалар, дифракциялық тор жарықтың толқындық табиғатын дәлелдейтін, спектрді зерттеудің ең маңызды құралдарының бірі. Оны алғаш Гримальди ашса, дамытып, тәжірибеге енгізген Фраунгофер. Формула d синус фи тең к лямбда бізге толқын ұзындығын өте дәл анықтауға мүмкіндік береді.